Сәлем достар, Let's Cook KZ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жаппасай немесе халық арасында индийский манты деп аталып кеткен керемет тағам пісіреміз. Видео қызық болса, оны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Ал бастайық. Ең алдымен қамыр дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа 100 грамм салқын су құямыз. Одан кейін бір жұмыртқа жарып, кішкене тұз қосамыз және тұз еріп бір келкі болғанша араластырамыз. Енді алдын ала еленген 300 грамм ұнға осы суды бөліп қоса отырып, қаттылау етіп қамыр илейміз. Дайын қамырды пакетке салып, бөлме температурасында тындырып қоямыз. Ал ол уақытта өзіміз салмасын дайындайық. Ол үшін қызып тұрған табаға сұйық май құйып, майда 4 бұрыш етіп туралған етті қуырып бастаймыз. Ет мінекей осылай қызарып қуырылған соң, оған майдалап туралған пияз қосып, ол жұмсарғанша 3-4 минуттай пісіреміз. Одан кейін дәл солай туралған сәбіз салып, ары қарай қуыруды жалғастырамыз. Енді майдалап туралған тәтті бұрыш пен картоп қосып, тағы 3-4 минуттай пісіреміз. Соңында бір ас қасық томат пастасы мен дәміне қарай тұз, қара бұрыш және паприка қосып араластырып алғаннан кейін картоптың бетін жауып тұратындай етіп су құямыз. Және қақпағын жауып, баяу отта картоп жартылай піскенге дейін пісіреміз. Мінекей достар, қамырда дайын, ол жұмсарды. Енді онымен жұмыс істеп бастасақ болады. Мен қамырды 2-ге бөліп, оны тағы 5 минутқа тындырып қойып, жайып бастаймын. Өзіме осылай істеген ыңғайлы. Қаласаңыздар, сіздер бірден бір үлкен қамыр етіп жайсаңыздар да болады. Қамырды жұқа етіп жайып алғаннан кейін оның бетіне сұйық майдан жағамыз. Одан кейін мінекей осылайша бүктеп кесіп аламыз. Ал енді осы бөліктерді салманың үстіне тізіп шығамыз. Және қақпағын жауып, баяу отта 20-25 минуттай пісіреміз. Осымен жаппасай дайын достар, оның қамырын үлкен табаққа видеода көрсетілгендей бір-бірден түсіріп алу керек, ал салмасын ортасына саламыз. Бұл өте дәмді, керемет тағам достар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге 100% ұнайды. Достар, рецепт үшін лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және арнаға тіркелмеген болсаңыздар, сіздерді өз арнамда күтемін. Видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.